Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде апта қорытындысы. Сіздермен бірге мен Ағаркен Масатқызы. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире итоги недели. С вами Құмарғазы Айғанат. Жуырда мектебімізде кітапхананың инновациялық жобалары оқырман үшін жаңа форматтар тақырыбында аудандық семинар өтті. Бұл шара заманауи оқырман сұранысына жауап беретін креативті әрі мазмұнды кітапхана кеңістігін қалыптастыруға бағытталған игі бастама болды. Семинар мақсаты кітапхана жұмысын жаңаша бағыттап, инновациялық жобалар арқылы оқырман жүрегіне жол табу. Сондай-ақ кітапханашылар арасында тәжірибе алмасуға жағдай жасау. Недавно в нашей школе прошел районный семинар на тему «Инновационные проекты библиотеки. Новый формат для читателей». Это мероприятие стало важным шагом к созданию креативного и содержательного библиотечного пространства, отвечающего современным запросам читателей. Цель семинара – переориентировать работу библиотеки, найти путь к сердцу читателя через инновационные проекты, а также создать условия для обмена опытом среди библиотекарей. Тағы ауданда қазақтың келіндері 2025 байқауы өтті. Бұл сайысқа мектебіміздің физика пәнінің мұғалімі Аял Махметова қатысты. Сайыста ол ұлттық тағамдар дайындау шеберлігі, салт-дәстүрді білу деңгейін және ұлттық киім үлгісі бойынша сынға түсті. Өзінің өнегелі де инабатты келін екенді деп бірінші орынды иеленді. Құттықтаймыз. Также прошел районный конкурс «Қазақтың келіндері ай 2025». В этом конкурсе приняла участие учитель физики нашей школы Аялым Ахметова. Она продемонстрировала мастерство приготовления национальных блюд, знание традиций и представила народный костюм, доказав, что она достойная и уважаемая келін, невестка, заняла первое место. Поздравляем! Сондай-ақ мектебімізде отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында прокуратура аудандық ардагерлер кеңесі, аудандық полиция бөлімі, аудандық білім беру мекемесі, аудандық ішкі істер бөлімі және жергілікті атқарушы органдарының қызметкерлерімен жиын өтті. Мақсаты отбасы мүшелеріне қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу, агрессивті тұлға түрлерін анықтау, жәбірленушілерге де қылмыс субъекттеріне де көмек көрсету болып табылады. Кроме того, в нашей школе состоялась встреча с участием районной прокуратуры, Совета ветеранов, районного отдела полиции, отдела образования, отдела внутренних дел и представителей местных исполнительных органов. Цель встречи – профилактика бытового насилия в семье, выявление агрессивных типов личности, оказание помощи как жертвам, так и правонарушителям. Мектебіміздің оқушылар өткен 2023 оқу жылында республикалық зерде ғылыми жобалар сайысының аудандық облыстық кезеңінде жеңімпаз атанып, республикадан 3-ші орын алған Дарида Серикова мен Даяна Қадырғазынова Шығыс Қазақстан облысы Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының ұйымдастыруымен шығатын Шығыстың жас дарындары атты кітапқа енді. Жетекшілері Гаухар Хиева. Құттықтаймыз. Ученицы нашей школы Далида Сериковна и Даяна Кадыргазынова ставшие победителями районного и областного этапов республиканского конкурса научных проектов в Зерде. В 2023-2024 учебном году заняли 3-е место на республике и были включены в книгу «Юные дарования Востока», изданную Восточным Казахстанским областным научным практическим центром Дарын. Руководитель Гаухар Рахиева. Поздравляем! Ұлы Отан соғысында жеңістің 100 жылдығына арналған Шығыс Айбын 2025 аудандық әскери патриоттық жастар жиынында мектебіміздің 10-шы сынып оқушылары Жаңбыр Нұрғалиев курстан 2-ші орын, Эралы Калибасов мылтық атудан 2-ші орын алды. Құттықтаймыз. На районном военно-патриотическом молодежном слете Шығыс Айбын 2025, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ученик 10 класса нашей школы Жанбул Нургалиев занял 2-е место в кроссе, а Эралы Калибасов 2-е место в стрельбе. Поздравляем! Осымен аптаның айшықты жаңалықтары тәмам. Келесі жүзгенше аман-сау болыңыздар. На этом яркие события недели подошли к концу. До новых встреч. Берегите себя.